Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қызанақтан сәлуне жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге қажетті заттар: қызанақ, укроп, болгар боршы, чеснок, лавровис, қарабош, уксус, тұз керек болады. Жуып тазаланған банкаларымызды буға қойып аламыз. Манты қазанға немесе шайнекке парлап алсаңыз болады. Енді укробымызды, болгар боршымызды, чесногымызды, помидорымызды саламыз. Қайнап тұрған суымызды құямыз. Барлығына суды құйып болған соң бетін крышкамен жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң суын төгіп тастаймыз. Барлығының суын төгіп болдық. Енді оның үстіне бір ас қасық тұз саламыз. Лавровис, қарабошымызды саламыз. Содан соң бір шай қасық толтырмай тұз саламыз. 70% тұз. Содан соң сақырлап қайнап тұрған суымызды құямыз. Крышкамыздың үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, содан соң банканың бетін арнайы құрылғымен закрепкамен жауамыз. Банкамыздың аузын жауып болған соң төңкеріп қойып қоямыз. Видеом ұнаса лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған назарларыңызға рахмет.